Сәлеметсіздер ме, қадірлі Ғажап әлем арнасының көрермендері, оқырмандары. Бүгін біз видео түсіргелі жатырмыз, және бұл видеода туу туралы куәлікті егов порталынан қалай алу керектігін екенін басынан аяқ көрсетеміз. Және сіздер бұл видеоны қайталасаңыздар, туу туралы куәлікке өздеріңіз өтініш бере аласыздар. Сіздердің қолдарыңыздан бұл келеді деген үміттеміз. Және біз ең бірінші браузерді ашып egov.kz порталына кіреміз. Одан кейін осы жерде войти деген бар. Сол жерге басып, өзіміздің ECP кілтімізбен кіреміз. Выбрать сертификат. Ары қарай кілт тұрған жерді көрсетеміз. Бізде рабочий столда тұр, және new folder деген папканың ішінде тұр. Соны кіреміз және auth'ты таңдаймыз. Осы auth деген кілтпен кіреміз. Екінші кілт бізге подтверждение үшін керек, яғни растау үшін. Сонымен auth'пен таңдап, өзіміздің кілтіміздің паролін жазамыз. Кілттің паролін ұмытпау керексіздер. Сонымен ары қарай открыть, подписать дейміз. Және бізде ары қарай порталға кіреміз. Мына жерде аты жөніміз шығады, жоғары жақта. Енді ары қарай мына жерде біз семья деген жерге кіреміз. Показать всені басамыз. Ары қарай бізде регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния деген жерге кіреміз. Келесі кезекте заказать услугу онлайнды басамыз. Ары қарай қадамдар шығады, сол қадамдарды орындау керек. Ең бірінші өзіміз тіркелген мекен жайды таңдаймыз. Біздің жағдайымызда Шымкент қаласы. Және келесі кезекте құжатталатын мекемені таңдаймыз. Бұл жерде бізде отделение РАКС дейді, управление занятости, соны таңдаймыз. Мына жерде әкесі туралы мәліметтерді толтырамыз. Ол кісінің білімі. Источник дохода деген жерге қандай жұмыста істейді, соны көрсетеміз. Және мына жерге анасы туралы мәліметті көрсетеміз. Ол жерге анасының иін жазамыз. Анасының иіні толық жазылып болған кезде ол кісінің аты жөні шығады оң жағынан. Сонымен ары қарай тағы мәліметтер толтыратын қатарлар шығады. Бұл қатарларды сәйкесінше толтырып шығамыз. Және далені ары қарай біз барлығын таңдап болғаннан кейін енді ары қарай далені басамыз. Мына жерде келесі кезекте туылған балаңызды таңдайсыз. Ары қарай ол баланың аты жөнін толтырасыз. Фамилиясы, яғни тегі, аты және әкесінің аты. Және ары қарай далені басамыз. Келесі бетке өтеміз солай. Келесі кезекте мына жерде подписать дейміз. Біз кілтті таңдаймыз бұл жерде. Носитель информация дегенді басамыз. Сол кезде бізге терезе шығады, яғни окошко. Сол жерде кілт жатқан жерді көрсетеміз. Подписать еткен кезде біз RSA деген таңдаймыз. Және кілттің паролін көрсетіп жіберіп, подписать деп басып, келесі қадамға көшеміз. Сонымен жаңадан туылған балаға туу туралы куәлікті алу үшін өтінімді беруді біз аяқтадық. Ары қарай мына жерде жазып қойған 2 күннен кейін сіздер өз құжаттарыңызды ала аласыздар деп жазып қойған. Біздің арнаға жазылыңыздар, өз комментарийлеріңізді қалдырыңыздар, сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, жауап береміз. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар.